Ассалаумағалейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен қарын тазалаудың әдіс тәсілімен бөлісетін боламыз. Сондықтан міндетті түрде менімен бірге болып, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің рецепттерімді, кеңестерімді, әдіс тәсілдерімді жоғалтып алмайтын боласыздар. Міне қарынды осылай тап-таза қылып тазалаудың ең оңай тәсілімен бөлісетін болам. Ең алдымен қарнымызды аламыз. Менде сиырдың қарны білесіздер, қойдың қарнына қарағанда кішкене тазалау өте қиындау болады. Сондықтан ең алдымен бұны осылай тұздайтын боламыз. Менде осылай бір пачка тұздың бәрін бірақ салдым. Сіздер де осылай салыңыздар. Одан кейін барып кәдімгі сода бар ғой, өзіміздің кәдімгі тамаққа қолданып жүрген ас үй содасы, соны да қосасыздар да екеуін біріктіріп, жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қоятын боламыз. Қалған тұзды да бетіне сала салдым. Енді осыны 1-2 сағатқа қойып қоям. 1-2 сағаттан кейін барып ашып көретін боламыз. Менде 2 сағаттай уақыт өтті. Міне осылай суы шығады. Көрдіңіздер ғой, осы суды төгіп тастаймыз да енді суды қайнатып әкеп осының үстіне құямыз. Бір 5 минуттай тұру керек ішінде. Одан кейін барып қарынды шетінен шығарамыз да, шетінен қыратын боламыз. Қырған кезде өздеріңіз білесіздер, қарын бірден кете қоймауы мүмкін. Себебі бұл сиырдың қарны. Мына менде өте ыстық болып тұршы, қолдарыңыз күйіп қалмасын, абайлаңыздар. Мен қолмен ұстайын десем, мына қара қолым күйіп жатыр, бірақ міне қарын шетінен уже аршылып бастап жатыр. Бұл жаңа суда көпте тұрған жоқ, негізінде 5 минуттай қойып қойыңыздар. Содан кейін барып жаныңызға егерде екінші адам көмекші ретінде ұстап отыратын болса, онда тез қырылатын. Ерде мен өзім қырып жатырмын. Сондықтан сіздер андай қараңыздар, міне жандарыңызға адам алсаңыздар керемет болады. Екінші жағын ұстап отырады да, содан кейін барып тез осылай қырып тазалап тастайсыздар. Суларыңыз суып қалып жатса ауыстырып, ыстық су құйып, соған қарынды матырып осылай тазалап алатын боласыздар. Керемет болып тазаланып шығады. Міне тағы да мен суды ауыстырдым. Енді осыны тағы да шетінен қыра берем. Осылай тазалап тастайсыздар. Өте оңай. Егер де қойдың қарнын тазалайтын болсаңыздар, ол өте тез кетеді. Мынау сиырдың қарны кішкене қалыңдау, ішіндегі түктері де андай не болады, көп болады да, жиі қалың болады. Сондықтан кішкене тазалаған қиындыққа түседі. Бірақ ең маңыздысы жаңа тұзға батырғаннан кейін, осылай ыстық суға салғаннан кейін тез тазалап тастауға болады. Сондықтан осылай тазалап көріңіздер, сіздерге бір пайдасы тиеді деген ойдамын. Осы қарыннан неше түрлі салаттар жасауға болады. Горячий жаңағындай ыстық тамақтар жасауға болады. Жанына гарнир қосып керемет болып шығады. Бірақ қарынды алдымен жұмсақ қылып асып аласыздар. Әйтпесе қатты болып қалады. Міне менің жаңа қарным осылай таза болып шықты. Сіздер де осылай тазалап көріңіздер. Керемет нәтиже шығады. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы.